Бәріне сәлем, бұл подкаст ұят емес. Біздің бүгін қонағымыз. Менің есімім Жазира Ахметқалиқызы. Мен психолог маманмын. Қазіргі жасөспірімдермен жұмыс істеуші мамандардың бірімін. Жақсы. Мен өз атымнан кетіп айтуға. Аружан. Мен Аружан. Бүгін біздің тақырыбымыз жыныстық тәрбие. Көбінесе балалармен туралы айтамыз, бірақ та үлкен кісілер туралы да айтып кетуге болады. Біздің бірінші тақырыбымыз негізі психологты сұрайық дегенбіз. Жыныстық тәрбие не және ол не үшін маңызды? Жыныстық тәрбие деген бір үлкен білімнің бөлігі ғой. Ол тек мысалы жастарда ғана, кішкентай балаларда ғана тоқталмайтын білім, ол жалпы адам өмірі қалай өзгереді, сол білімнің керектігі де көптігі де керек болып жатады. Мысалы ол тек жастарда ғана емес, мысалы үлкен кісілерде де ондай тақырыптар бар. Түрлі енді жас ұлғайған сайын мысалы психикалық ауытқулар да бастай болады. Ол ауытқулар пайда болып, адамның сол жыныстық қатынасына да өздерінің әсерін тигізіп жатады. Сондықтан бұл білімді тек жастар ғана ысырып қойған дұрыс емес. Ол жалпы адамның өмірі қалай өзгереді, сол тақырыпта солай өзгеріп отыратын бір білім. Ол адамды жалпы өзінің денесін қабылдауға, өзінің менін қабылдауға, шекара қоя білуге, денсаулық сақтауға, өзін қоғамда қалай ұстай білуі, зорлық-зомбылықты алдын алуға негізін қалайтын білімдердің бірі. Сондықтан бұл өте бір ауқымды тақырып. Сондықтан оны тек бір жастар жағына қараған дұрыс емес. Сіз айтқандай, оны жалпы адам өмір бойы бірге жүретін тақырыптардың бірі. Біз айтып кеттік қой, бұл қазір қозғалып жатқан тақырып өте қатты ұят ретінде қабылданады көбінесе. Сол себептен не үшін деп мысалы психологтар қалай бұны түсіндіреді, не үшін соншалықты ұят? Себебі бұл шын мәнінде табиғат қой. Әркімнің басынан өтетін үрдіс. Оның екі жағы бар да. Бірінші, мысалы, ол тарихи жағынан 70 жыл бойы жыныстық қатынастар болмайды, жоқ деген сол оранмен келе жатқан едік. Одан кейін осы 30 жыл бар ма жоқ па деп әлі күмәнданып келе жатырмыз. Екіншіден, ол мәдени өзіміздің жалпы тәрбиемізбен сіңген бір әдеттердің бірі, бірақ оны қазіргі уақытта дұрыс түсінбеушіліктің арқасында басқа бір мағыналар пайда болды да сонымен бірге. Ал кезінде бірақ та әжелеріміз, апаларымыз, үлкен кісілер кішкентай баланың өсу дамуына байланысты сол ақпаратты кішкентай бөлікпен беріп жатқан. Ол болмаған емес, ол болған. Бірақ та ол ұмытып қалған жағдайларда келіп жатыр да осылай. Сол дәрет алу деген сияқты. Дәрет алу, мысалы, іш киімді қалай, мысалы, көбісі сұрайды, мысалы, ата-аналарды сұрайды консультацияларда. Жалпы неше жаста балаға осыны айтқан дұрыс дейді. Ол кәдімгі ғылымда да таралған. Бала 2-3 жасқа келгеннен бастап ол өзінің менін қалыптасады. Яғни ол мен қыз, мен ұлмын деп ажырата бастайды. Сол кезден бастап баланы үйреткен дұрыс. Мысалы, бұл сенің денеңе былай жасау керек, мысалы, сен былай ұстау керексің деп баланың яғни өзі ұғыну үрдісіне байланысты ақпараты біртіндеп беру керек. Бізде көбінесе ата-аналар өзі үйренеді ғой, өзі нетеді ғой. Немесе үйде тек қана қыздар болса, әкелер айту мүмкін, мысалы, мамалар үйретеді ғой деп. Тіпті ұлдарда солай итере салады мысалы. Ал кейбір ата-аналар мысалы жұмыстан қолдары босамай, жай әңгімедегі де қолдары тимей, ол үлкен тақырыпқа мүлдем көңілдері болмайды. Сондықтан оны тек қана мысалы әйел кісілерге тергенде дұрыс емес. Сондықтан
күрделі тақырыпты жастың яғни шамасына қарай түсіндірген дұрыс. Бізде мысалға мен көбінесе кездестіремін, негізінде мен түсінетін бойынша, мысалы менің мысалы отбасымда басқа ата-аналарды тыңдаған кезде ол бір қорқатын сияқты, баласы бір тез өсіп кетеді, типа бір нәрсе болып қалатын сияқты, как будто бы баласы ешқашан білмейді, бұл өмірді көрмейтін сияқты, ешқашан, например, қыз сүймейді, ұл сүймейді деген сияқты. Күйеуге шықпайды, иә, күйеуге шықпайтындай, күйеуге шыққанға дейін күтіп отырады. Содан кейін ғана шыққандайсың ба деген. Шыққаннан кейін проблема шыққасын уже сосын сұрай бастайды, тағы білмейсің ба деп. Иә, сондай бар, сондаймен де кездесеміз. Ең қызығы ол тек балаларға ғана емес, мысалы біз маман ретінде мектептерге шығамыз, аудитория жинаймыз, сол кезде ата-аналардың қарсылықтары: сіз баланы сексуализацияға итермелейсіз, ол жасынан ерте бастап кетеді, соған қарсымыз деп. Негізі былай қарағаным практика бойынша егер ата-ана көбінесе осы психологиялық жұмысқа қарсы болатын болса, көп жағдайда 90% десек те болады, негізі проблема бар отбасы деген сөз. Просто кейбір ата-аналар өзінің психологиялық жағдайларына байланысты оны ашық айта алмайды, шығара алмайды. Ол бітеліп қалғаны үшінде тоқталып қалғанымен оны ары қарай ген арқылы таратады. Мысалы білетініміздей, үлкен стресс, проблемалар олар генетикалық ген арқылы тарайды. Денсаулыққа әсер етеді. Оның астында астар-сана деген бар, сол бейсана деген бар, сол жерде қалып қоюы да мүмкін. Мысалы қазіргі қарасап, көп адамда шақырған диабет деген бар, қант көптігі. Ол кейбір адамдар мысалы түсінбейді мүмкін қалады, неге олай болады. Кейбіреуі әрине қазіргі азық-түлікке де байланысты болады. Бірақ көп жағдайда былай зерделей келгенде арғы аталарында орысша айтқанда раскулачивание деген болды. Яғни бар жиған тергенді Совет одағы алып қойып, одан кейін тағы да сондай соғыстар да болды. Сол стресс ары қарай тарай берді. Ал енді қазір тоқтықтың кезінде жоқ жерден сондай стресс пайда болады. Егер холодильником чуть-чуть мысалы босап қалса, все бітті, ештеңе жоқ, не деп бұл кәдімгі стрессқа түсуі мүмкін, ол да бар. Сондықтан осындай жыныстық проблемаларда қысым да ары қарай тарайды. Ол тарағанмен ол тек қана жыныстық қатынасқа емес, жалпы адамның психикасына әсер етеді. Адам өз денесін қабылдамайды. Өз денесін қабылдамаса, оның өзінің мені түседі. Өзін қоршаған ортада да дұрыс ұстай алмай, өзіне керекті нәрсесін не сыртқа айта алмай, не ішін түсінбей, осындай үлкен бір күйзеліске түсуі де мүмкін. Сондықтан ол тек бір ата-аналардың аясында ғана қалатын мәселе емес, ол ұрпақтан ұрпаққа да тарауы мүмкін. Біз сіз айтқан кезде есіме түсіп кетті да, көп балалы отбасыларда болады ғой, кәмпитті көзеге тығып қояды да, и бала өскен кезде айтады, что көп мысалға үлкен балалар, отбасының ең үлкен балалары көбінесе вес көп алады деген сияқты да. Просто стресстен адам өмірді жақсартқысы келеді ғой енді, содан тамақ жей береді, бір кезде балалар алып кетеді деген сияқты, соны қойғанда слишком көп жеп қояды деген сияқты болады. Кей жағдайда мысалы былай болады, мен қарағаным қазіргі ата-аналармен бір 10 жыл бұрынғы күйеуге шыққан мысалы қыз-келіншектер салыстырса, қазіргі қыз-келіншектермен оларда мынандай бар: бұрыннан күйеуге шыққан қыздар балам жесін, балаға, бәрі балаға деп ысырап қояды да, уже өсе келе ол бала енді ол баладан андай күтіп отырады да, енді қайтарады маған, по-любому береді маған деп. Ондай болмай қалады, потому что ондай ең кішкентай кезінен уже сондай үйретпегесін, ол болмайды. Бір айтады ғой, мысалға бір естігем, негізінде дұрыс емес дейді да, ата-аналардың бізде бұндай өте көп қой, менің балам асырайды дейді да, баласына бәрін беріп қояды, өздері ештеңесі қалмайды, и сосын баласына ренжиді, сен маған
жаман карайсың деген үмітімді ақтамайын деп, үмітімді ақтайды ғой деп, иә, ол ауыртпаушылық, ол да бөлек тақырып, бірақ бір айтып кетерім, оның арты жалпы адамның болашаққа деген үлкен бір жүк артуы. Ол балаға да қиын, ата-анаға да қиын. Сондықтан бір практикада бар да осы не туралы. Егер кәмпит ұнап тұрса, прям или өзің жеп ал, мысалы жылатқызғысы келмесе, жарайды, есікті жауып алып өзің жеп ал, немесе хотя бы бөлісіп же деп. Сөйтіп кәдімгідей үйретеміз. Өзің де жең, өйткені сен өзің бақытсыз өмір сүрсең, сол бақытсыз өмірді ары қарай қасындағы адамдарға да ашу жинайсың. иә, ол вирус сияқты ғой. Сіз қандай көңіл күймен отырсаңыз, балаларыңыз міндетті түрде сол көңіл күйді алады. Ал енді бір кәмпитке ренжіп прям болмай жатса, хотя бы бөлісіп деген сияқты жеп алу керек. Өйткені орыстарда айтады ғой, счастливая мама, счастливые дети дейді, сол да дұрыс. Егер өзіңіз бақытсыз болып, бірақ балам бақытты болады деп үміт күтсеңіз, ондай болмайды. Керісінше, дәл қалай өзіңіз болсаңыз, балаңыз да дәл сол қалыпты алады. Сол бүкіл сіздің драмаңыз өзіне алып кетеді. Иә, ол ары қарай жалғасады. Сондықтан көбісі айтарым, осы терапияға келетін кісілерге де айтарым, егер бұл травманы, бұл оқиғаны ары қарай жалғастырғыңыз келмесе, оны өзіңіз шешіңіз. Ол жауапкершілікті біреу алу керек. Кішкене бір эзотерикада айтып кетсек, жалпы алғанда былай, әрбір айтады ғой, адамның артындағы ұрпақ деп айтуымыз, ол 360 адамның мысалы бір қанат ретінде қалыптасқан бір үлкен символика жатады. Ол райдан жай емес, ол бір-біріне тарайтын, яғни енді айтамын ғой, бір нейронды желіс ретінде. Сондықтан ол желіс үнемі жұмыс жасайды. Үнемі. Ол мысалы менің мамамда ондай жағдай болмауы мүмкін, бірақ оның мамасында болуы мүмкін. Ол мысалы 4 ұрпақ ауыстырып тағы шығуы мүмкін. Сондықтан ол жауапкершілікті өзіңіз алмасаңыз, ары қарай сол проблемалар жалғасуы мүмкін. Сіз болмасаңыз да, сіздің балаларыңыз, немерелеріңіз көруі мүмкін. Сондықтан өте үлкен тақырып. Жалпы жыныстық қатынас деген ол қандай бір әр адамның мысалы ойлау жүйесі қалай болса, сол тақырыпқа әңгіме айтуда әртүрлі болады. Кейбіреулер ашық сөйлей салады, кейбіреулер андай интерес болады, мысалы сұрайды, сұрақ қояды, кейбіреулер практик болады. Апай бүйтіп айтып еді, үйге барып тексеріп көрейін, сондайлар бар мысалы. Сондықтан әрине ата-аналарға қиындау болады кейде. Кішкентайынан ол туралы сөйлеспей, үлкен кезде риск андай күл ақпаратты айтып отырған да қиындау болады. Сондықтан бұл жерде өз балаңызды өзіңіз білесіз. Мысалы 100% білеміз ғой, күнде көріп жатқандықтан. Сондықтан сол баланың сөйлеу әрекетіне, ойлау қарқынына байланысты да ақпаратты дайындау керек. Мысалы 15 жасар балаға 5 жасар баланы емесін айта алмайсыз. Ішкеңді ауыстырып, анау деген сияқты, ол уже келмейді, уже қабылдамайды. Ол айтқан сөз балаға андай не болады, бір триггер ретінде осындай берді, ой, осылар деп, сондай шығады. Мен кішкентай деп ойлаймын деймін. Иә, сосын ренжиді. Біздің бір ата-аналардың ұмытатын жері, қараңыздар, баланың өзі өсуі 5 жылдықтан бөлсек, 5 жасар ол әрине құдайдай көреді ата-анасын етіп. Тағы бір 5 жыл олармен кішкене конфронтация түседі, уже көреді балалар ата-анасымен. Тағы 5 жыл уже өзінің самооценкасы қалыптасады. Одан сөйтіп өсе келе, уже 15-17 жасында бала кәдімгі сепарация деген кезеңге өтеді. Ол ата-анадан алшақтау. Осы жерде ата-ананы жек көру ол кейде норма болып саналады. Бірақ көбісі
оны бір проблема ретінде қатты көреді де, ата аналар күйзеліске түседі, ойбай енді мен балам сондай болып кетті. Оған да уақыт керек. Яғни бұл жерде айтарым, егер көп ұрыс керіс болып, көп андай конфронтация түссеңіз, кішкене алшақтап көріңіз. Міне кәдімгідей алшақтақ дегенде кішкене балаға осы таза ауа деп мысалы аллегория ретінде айтсақ, сол таза ауа беріп көріп, өмірді қабылдауға өзінше мүмкіндік беру керек. Үнемі былай қысып отыруға. Сондықтан айтарым, оны жасқа қарай осы жыныстық тәрбие туралы да айту тиіссіз. Яғни 15 жасар, уже 15 жастан бастап бала өзіне ішіндегі гормондар ойнайды, мысалы басқа балаларға қарай бастайды, өзінің уже сексуалды партнерларын қалыптасатын келбеттер пайда болады. Мысалы маған қара торы адамның айтып, мысалы сары дегенін айтып, соның бәрі содан пайда болады. Содан содан ғой 15 жаста 5 жасар баланың үйрету үрдісі қате. Вот мысалға біз тағы бір специалист болған, сол кезде ол айтып кетті, балалармен сөйлескен кезде ең бастысы баланы не принуждать дейді ғой, бұл сөйлесуге. Ол өзі келіп сұрай бастайды ғой, сол кезде өзіңді кішкене придерживать етіп, қорқыныштың бәрін нормально, типа ақырын, қатты агрессиясыз, жай сөйлесіп түсіндіру деген сияқты. Ол бала өзі қызыққан кезде. Бұл Равновесие отношения кезінде. ол енді ол көбінесе білмеймін, мен бір 10% па 15% па, қалғандардың бәрі либо авторитарлы семья болады, либо либералды, вообще бос, каждый өз өмірмен сүре беретін. Сондықтан бұл жерде былай да болып қалуы мүмкін. Кей жағдайда бала сұрай келе, бірақ оны тұйықтап, сұрама, не айтып жүрсің деп, мысалы, оны басып тастауы мүмкін. Но ол туралы сөйлесу керек. Сол кезде әрине ақырындап қана білу керек та, қызықты ма, қызықты емес па. Мысалы 16-17 жаста мысалы ол болсын, қыз болсын, достарың бар ма деп сөйлеп, ақырын бастайсыз. Жалпы уже 12 жастан бастап мысалы олар активно сөйлесе бастайды да сол туралы. Андай деп Мысалға болады ғой, кезіме түсіп кетті, отырасың ата аналармен бірге, отбасы болып отырған кезде, бір кезде бір 2 жыл, где-то 18-ге дейін ер адамдар туралы сөйлесуге болмайды. Тойға барған кезде біреумен вообще ешкіммен еруге болмайды, қарауға болмайды, вообще километр жаныңа ешкім жақындамау керек та. Бірақ 18-ден асқан кезде 19-ға келесің, и 20-ға келе жатқан кезде болды, бүкіл ресурс қайда? Уже қашан үйленесің дейді да. Сен қалай үйленесің, если сен ешкіммен сөйлеспесең? Болмайды деген сияқты. Сондай қызықтан болады. Және де айтады ғой, мысалға, ұлдарға да сондай ғой. Ұлдарға кішкентай кезінен айтып еді, ой саған мына қыз ұнай ма, ой саған мынау ұнай ма десе, мысалға әкеңе маған мынау ұнайды десе, бітті отырған жеріңде скандал ойнап тұрады ғой көбінесе. Көп болады да. Сол көп емес, ол кәдімгі норма ғой біздің, мысалы қазақи мәдениетте ол норма. Қазақи емес, жалпы мұсылман мәдениетінде сондай норма ғой, әкеңе барып ана ол ұнайды деген нонсенс қой. Ол қалай келесің? Әрине ондай емес, бірақ та бәрібір сөйлесетін адам болу керек та. Сөйлесе білетін адам, және де егер де өзіңіз сөйлесе алмасаңыз, онда арнайы мамандарға төтеп бермеу қажет. Өйткені мысалы Қауіпті. Ол мысалы жыныстық қатынас, ол тек ата-ананың міндеті емес, жарайды. Ата-ана ол базовый мысалы нәрселерін берсе, мектеп уже ғылыми түрде нақты ақпараттар беру тиіс. Ал дәрігер мамандар, психолог мамандар уже жекешеленген басқаша мысалы сұрақтарға жауап береді. Сонда көбінесе спорлар болады ғой, кім осы жыныстық тәрбиені өткізу керек деген сияқты. Специалисттар ма, ата-ананың өзі жасау керек па, мектеп жасау керек па? Бұл сонда комплексный жұмыс шақты жұмыс істеу керек та. Үйден де, мектептен де жалпы мамандар шақыру да керек. Өйткені мысалы кейбір жағдайда болады ғой,
сыныпта отырып мысалы апайдың айтқаны жақпайды, потому что апай өзінше көреді ол жағдайды. Ал басқа бір маманды шақырып көріңіз мысалы, и үндемеген балалар қайта ашылып сұрағын қойып кәдімгі жақсы болып қайтады. Сондықтан ол үш жақты жұмыс істейтін нәрсе. Жалпы тағы да бір қосарым, ол мектепке енгізбес бұрын оны арнайы мысалы мұғалімдерге дәріс беру арқылы ол ақпаратты қалай беру керек, жас аралығына байланысты, этикалық нормаларға да байланысты оны түсіндіріп бірінші оқыту керек. Содан кейін ғана мектептерге енгізген дұрыс деп ойлаймын, өз ойым сондай. Сіздің мектепте практикаларыңыз бар ғой, білесіз ба, өткізе ме екен мұндай? Себебі мысалға бізде мектепте ВИЧ туралы ғана айтты, СПИД туралы, ВИЧ СПИД туралы айтты, басқа есімде жоқ. Бірақ кейбір мектептерде мысалға бір басқа адамдарда мен шокта болғанмын негізінде. Бірақ шынымен де жыныстық тәрбие туралы сабақтар болды. Кейбір мектептерде болады, бірақ кейбір мектептерде болмайды. Ол әртүрлі. Мысалы Қостанай қаласын алатын болсақ, ол жиі өткізіледі. Көп емес, бір жиі өткізіледі. Енді қаланың сыртына барсақ, уже все. Көбісі айтады, биология сабақтарында өткізеді ғой. Биология сабақта басқаша ол ақпарат. Вообще мүлдем басқаша. Бұл жерде қарым-қатынас емес, бұл жалпы адамның скелет строениесі ғана қой. Ол қатынас туралы емес, ол мысалы жұқпалы ауру туралы емес сабақ. Ол кәдімгі жалпы адамның ағзасын зерттеп өтті, оның шамасы осыған ғана жетеді. Ары қарай алып кету уже әрине арнайы дайындаған мамандармен жұмыс жасалған дұрыс. Және де мысалы біздің мектепте жарты жыл сайын өткізіледі. Өйткені біздің ерекше мектеп жан жақтан мысалы қаланың әртүрлі түкпірінен келетін оқушылар да бар. Олар түрлі психологиялық жағдайлардан өткен, және де олардың мәселелері де кішкене басқаша, орташа нормадан алғанда. Сондықтан олармен біз басқаша сөйлесеміз, басқаша информацияны да кішкене басқаша береміз, сұрыптап береміз. Мысалы біздің балалар көбінесе ата-аналар тақырыпта ауыр көтереді. Анасы туралы сөйлескенде, әкесі туралы өткені оның бір психологиялық триггерлері бар. Ал жалпы алғанда көбінесе мысалы жалпы ортада ол норма болады да. Ана туралы сөйлесу, әке туралы сөйлесу, ал бірақ біздің мектепте кішкене ерекше болып табылады. Осы 8 наурызда бір кішкене ата-аналар туралы айтып кетейін. Бір жаныма батқан бірнеше видео көргем. Бала бақшаларда қыздар әкелерімен би билейді. Қазіргі қарап жатқан жағдайда көп ата-ана олар жарасқан бала немесе де басқа да жағдайлармен, түрлі жағдайлармен ажырасып кетеді да, и көп мысалы папалары олай қатыса алмайды. Кейбіреулер саналарының таяздығы болуы да мүмкін. Ол да бар, жоқ емес, бар, көріп жүрміз. Кейбіреулер финансовый жағдайына байланысты. Сол кезде қатты бір күйзелтетіні, әкенің орнына басқа қыздар ағалары келіп тұрады, бөтен ағайлары көп. И ол бәрібір баланың санасында бұл биді менің әкем емес, басқа біреу билейді деген қалады. Ол бала сезіп тұрған емес, оны біліп тұр. Ол қазір ештеңе айта алмаса да, ол бір определенный вакуумация дейді оны. Психикада сондай болады. Чтобы адам бұл резкандай психикасы жарылып кетпеу үшін белгілі жағдайларда вакуумация жасалады. Сол кезде бала мысалы бұл жағдайда как будто есінен шығып кеткен сияқты болады да, бірақ белгілі бір триггерлер шығып қалады да, сол еске түседі, ол қайтып сол стрессті қайтып өткізеді. Сондықтан бір айтарым, мүмкін естіп қалар да балабақшаларда ондай өткізбесе екен деп сұраймын өте, потому что ол өте ауыр тақырып. Оларға да ауыр, қыздарға да ауыр. Сондықтан толеранттық болу тиіс деп ойлаймын ондай жағдайларда.
мүмкін бұны мүлде өткізбеу емес, мүмкін отбасымен бірге билеу. Тек әкемен ғана емес, мысалға отбасымен бірге жеу дейсіз ғой. Тек бір адамды өзің отбасынан кіммен билегің келеді, соны шақырсаң болады деген сияқты өзге сондай алып, я думаю, что ол өте бір психикалық жағынан ауыр болып тұр. Әрине күшті, сырттан былай қарағанда әдемі, оның символикасы да ерекше, бірақ ата анасы жоқ балалар мысалы соларға өте ауыр ауыр тиеді. Сондықтан сол жағынан қарастырсақ дұрыс болады. Немесе де толық отбасылар бар топтарды ғана қатыстырсақ, мысалы сондай ғана. бірақ бұл да бір түрлі ғой. Мысалы сен келе қой, сенің отбасың Кейде болады, мысалы бір топтар, бар ма? ондай топтар бар, толық отбасылар. Бірақ аз, но бар ондай топтар бар. Бізде тағы бір проблема бар сияқты, себебі әкелер өздерін әке сезінбей ма, әкелік андай өзін әке ретінде түсінеді, мен әкемін дейді да, бірақ ата ана ретінде ештеңе істегісі келмейді, ештеңе істеуді түсінбейді керек екенін, балаға мысалы қарау керек екен. Мысалы бізде де болады өте көп андай баламен бір бәле істеу керек болса, мамасына звондайды сразу, мамасы келіңізші, мындай бір бәле болып жатыр деген сияқты, көмегіңіз керек еді деп. Әкелерде өте Әкенің рөлін де түсіну керек қой. Жалпы алғанда ол бірақ мысалы әкенің рөлін бөлу, ата ананың рөлін мен мысалға түсінбеймін не үшін бөлу керек, себебі кейбір ата ана отбасыларда тек әкесі ғана болуы мүмкін, анасы жоқ. Енді әкесі анасысын тастап кетпей қой, ата ана бола алмаймын, мен өзім жалғыз қалып қалдым деп олардың рөлдері өзгере бастайды. Мысалы жағдайға байланысты ол әкесі болады, ол немесе анасы болады, ол жағдайға байланысты. Ал толыққанды отбасыда ол былай болуы мүмкін, әкенің рөлі кішкене ерекше. Жалпы былай алғанда ең басты базасын анасы береді да, ал әкенің рөлі бір андай өз өмірімде алатын болсақ былай болады да, әкемнің мысалы өмірімде орны ол мен үшін бір андай алыстағы маяк сияқты. Ол мені дұрыс жібере білді. Бірақ керек кезде оның сөзі шешуші рөл атқарады да. Басында, конечно, протесттер болады андай. Неге папам бүйтті түсінбейді деп. Ал уже былай эмоцияларым басылғаннан кейін ғана ситуацияларға қарасам, нағыз осы папамның мені сүйген язык любви деп жатады ғой. Сол тілі осында екен деп сосын ғана түсіндік. Жалпы адамда ол әртүрлі. Біреулер мысалы айтып жеткізіп махаббаттарын солай жеткізеді. Біреулер мысалы бір зат алып беру арқылы, финанс жағынан мысалы беру арқылы махаббаттарын сездіреді. Біреу мысалы просто қасында болады. Любой жағдай болса просто мысалы қасында болады, үндемейді. Но сол арқылы ол өзінің мысалы махаббатын сездіреді. Сондықтан біз өзіміз түсіну керекпіз. Мені қалай жақсы көру керек, және мен анау қасындағы адам қалай жақсы көре алады. Ол да осы жыныстық қатынастың түбі. Бірақ та мысалға түсінбейді, әртүрлі адам өзгеше махаббатты өзі де көрсеткенмен қабылдайды да басқаша. Мысалы әкесі мысалға көрсете алмайды да махаббатын баласына, сонда баласы басқаша көрсетеді, бірақ баланы оған түсіндіре алмайсың ғой. Ол просто отырады да менің папам сүймейді деп отырып қалады мысалға. Немесе ата анасы махаббатын былай көрсетсе, а бала оны түсінгісі келмейді, себебі ол бала. Сол кезде терапия келеді. Нағыз психологиялық терапия. Өйткені егер мысалы 25-30-дағы адам мені ата-анам сүймеді, бүйтпеді деп отырса, значит ол іштей өз өміріне жауапкершілікті алғысы келмейді. Сепарация болған жоқ, и әлі күтіп отыр да, балалық позицияда мені қазір келіп, мысалы біреу жақсы көреді деп. Ондай болмайды. Сондықтан бұл жерде тек қана мысалы ата-аналарына қарай итеру дұрыс емес. Бұл жерде түсіну керек, адам есеюге дайын ба, дайын емес па. Бұл сол сөз. Бұл тек қана мысалы маған берді, бермеді деген сөз емес. Бұл жерде мен дайын ба, санамды кеңейтіп, ашып, ата-анама басқаша қарау. Мысалы мақал бар, ата-анаң жынды болса байлап бақ деп. Оның түбі не дейді?
түбі санаңды кеңейтіп ата анаға басқаша көзбен қарау, есейген көзбен қарау, оның кемшіліктерін көтере білу, осы түбі осында. А біздікі көбісі андай эгоисттік позицияда отырып алады да, маған беріңдер, маған беру керек, маған бәрі беру керек деп. Менің ойымша бұл кішкене андай эгоисттік не бар ғой, травма секілді да. Сен кішкентай кезіңнен бәрін оларға деп ойлайсың да, потом а мен ше деген сияқты кішкене травма. Сол кезде егер көбінесе маған мысалы солай келеді, маған мысалы ата анам махаббатын бере алмады, бүйтпеді сөйтпеді, менде травма дейді да. А травмадан кейін ол травмадан шығуға болады. Содан шыққаннан кейін вообще басқаша и өмірлері де басқаша болады да, и ата анасына деген көзқарасы да басқаша. Тіптен өмірден кеткен ата аналарды да проработка жасап басқаша қарағандар да бар. Мысалы бізде бір жас келіншекпен терапия болған, жасы 30-да, мамасы кішкентай кезінде қайтыс болған. Кішкентай дегенде енді өзі қыздың өзі бір 9-10 жасында қайтыс болған. Алдында вообще андай конфронтация болған, мамасының жек көрген. Ол мені ұстап кетті, не деп. И терапиядан кейін вообще басқаша көзқараспен қарады ғой, анасынан айтқан ғой. Действительно қиын өмір сүргесін, не то что махаббат беру, просто қасында болғаның өзі, оказывается, не екен дейді, бір батырлық. Махаббаттың көз. Иә, сол басқаша қарағаннан, вообще басқаша. Содан кейін сана сезімінде басқаша қарады, өмірі де басқаша болып кетті. Ол же бұрыннан бірақ женственный болып көрінетін қыз, бірақ оның әйелдік жағы басқаша ашылды. Уже басқа қасындағы адамға сенім арту деген пайда болды. Уже мысалы мен бәрін шеше аламын деген емес, басқалар да шешсін, менің өмірімде қатыссын деген басқаша көзқарастар пайда болды. Ол уже адамның есеюі дайын болған деген білдіреді. А бізде көбісі сол инфантильный жағдайда алып қояды да, мысалы махаббатын беріңдер маған деп. А мысалға қазір балаларда қаншалықты көп сепарацияға жақынырақ. Мысалға менің ойымша қазір балалар өте көп интернетте отырғандықтан оларда андай возможность көбірек та психология туралы көбірек білу, сепарацияның не екенін, не үшін ол маңызды, жыныстық тәрбие туралы көбірек білуге ақпараттық андай возможностьті көп та. Сол туралы мысалы қалай ойлайсыз, көбейді ме? Жақсарғаны да көрініп тұр, бірақ қараңыздар, 2000 мен 2010-ның арасы ол басқаша тәрбие көрген балалар. 2010-нан бері қарай мысалы балалар, олар вообще мүлдем басқаша. И сол кезде көбінесе мұғалімдердің де еститінім, бір түрлі балалар, оларға не айтасың, жан жақтан туып келіп, уже біліп туып келеді деп андай-мындай дейді. Жоқ, ол біліп туғандары жақсы, бірақ та оларға ақпарат беру да, олардың ақпаратын қабылдау да ол басқа, уже олардың восприятие бөлек, ол шын сол орын бар оның. Сондықтан олар айтады ғой, тарихта мындай жағдай бар, әр туылған жаңа ұрпақ өткен ұрпақтан ақылдырақ, и ол жақсы. И уже мысалы мен жастағы кісілер, бұрында әжелер құсап, уже біз критика айта бастаймыз, бүйтіп жүр екен, аны жеткіз. Ол норма, ол нормадағы үрдіс. Оны қабылдай білу керек, оны түсіну керек. Жалпы қартаю да өнер екен. Сес өшіріпсі, атаның сөзін қайталап отырасыз. Иә, сол да бар. Сондай. Biraz konuşmaydı. Так, что-то молчим. Көп айтып кеттік те. Сұрақтардың жоғасы болдың қайсына келеді? А может, про ата-ананың қателігі айтып қайтқанда? Айтып кетеміз бе? Қалай болады негізінде? Ата-аналар қазір көбінесе ата-аналар қателік жасаған кезде мысалға түсінбеуі мүмкін бұл қандай қателік екенін. Сіз өзіңіз психолог ретінде қандай қателіктер көресіз көбінесе? Жалпы жыныстық қатынасқа байланысты ба? Жыныстық қатынас, мысалға границалар балалардың. Көп.
шекара коюу деген вообще бул үлкен тақырып. Ал жыныстык тарбиедеги эң бир бастысы бул коркунуч. Және де тақырыпты табу ретинде көрсөтүү, табуу керектик деймиз ону. Үчүнчүдөн толук кандуу акпарат бермөө. Бул негизги үч проблематика баланы башка жерден акпарат издөөгө итермелөөчү үч проблемалардын осы үчөө. Және де көп ата аналар проблема шыккандан кийин гана баштайт да сол эмени. Оказывается деген сыяктуу мен содан кийин келет. Кичине онун алдын алуу деген ондай жок да, ондай маселе. Ал негизинен ону алдын алуу, сүйлөшүп аркылуу аны алдын алууга болот. Мисалы, жыныстык тарбие деген ол постоянно күн сайын айтып жүргөн нерсе эмес. Ол мисалы биртиндеп мисалы өз убакыты менен келетін әңгімелер. 3 жасар балага, мисалы 5 жашта мүмкүн ушундай сурактар тууралуу мүмкүн. 5 жашта болбой 7 жашта болуу мүмкүн. Мисалы 3 жашта ол биз билебиз кризистик убакыт, 7 жашарда ол да кризистик убакыт. Мисалы 7 жаш ол адам жалпы боюнда, психикасында жаман жакшы, адийми, көрүктүү немесе нашар деген калыптасатын убакыт. Сол кезде сондай сурактар тууралуу мүмкүн. 13-14 жашында сүйлөшүү мүмкүн. Алай жалпы айтканда жыныстык үрдүс агзада улдар менен кыздарда бөлөк дамыйт. Мисалы ол балаларда ол 3 жасына 3-4 жашка келгенде уже өзүнүн мүшесине назар аударып баштайт. Неліктен бала аны ұстай берет? Кылып эмес. Кызык. Кызык, не только кызык. Бул определенно бир белгилүү бир импульс келет да. Мыйга импульс келет. Мен ойлойм, мындай балалар болот го, биздин просто үйдүн өткөнү болот да, кичкенте балаларга карайсың го, сол кезде айтады го, вот энди өзүнүн колун көрө баштады деп айтады го, андай энди билип атыр, эси бар экен деген сыяктуу. Сонда айтам, ол текке калып айтылган жок, ол булай дейм, яғни мүшедеги жүйке жүйелик талшыктар мыйга барып сигнал берет экен. Устаган адеми, устаган жылы деп сонай берет экен. Ал кыз балаларда керисинче болот. Кыз балалар мисалы 3 жашында ол жүйке жүйелик талшыктар дамымаганы менен мыйга акпарат бермейт. Жетпейт ондай акпарат. Ол акпарат белгилүү жаш келгенден кийин келет. Кандай жасы болот? Кандай кылай элесиз? Билбейм. Заң бар еще ондай. Тек 18 келгенден кийин гана дейм. О калай так? Мен негизи заңды билбейм, эсимде жок. Балада сыяктуу. Жок. Да канчада? Кәдімгі мен консультация жүргізет подольскта сақтап. Оның алда жоқ, андай болмайды. Неліктен ол заң жыныстық қол соғушылық неліктен 18-ден? 18-ден. Өйткені әйел адамның ағзасында толыққанды жыныстық даму 18-ге дейін жүреді да, 18-де ғана толық піседі. Бірақ бұлай мысалға 16-ға программа бар. Неде емес программа бар Ресейде, бізде ондай вроде жоқ. Бізде телебағдарлама бар, ол жақта радио в 16 или забеременела в 16. Беременна в 16. Бірақ ондай сондай оларда қызық бар ғой. Ол қызық, ол басқа бұлардың мысалы Ресей мемлекетіндегі тәрбие мәдениет басқаша. Оларда қыздарды Бізде көп қой. Бізде көп болғанымен оларда да ондай заң жоқ. Конкретно 16 жасынан уже болады деген жоқ. По согласию деген бар. Біздің жасөспірімдер оны лазейка ретінде қолданады да, и вот мен 16 нет. Ол по-любому учетқа қойылады. Жасөспірім болса да 16 жасынан олар учетқа болады. Медорганизациясына учетқа тұрады. Одан кейін белгілі инстанцияларда учетқа тұрады.
Ал ошондо кандай айырмачылыгы бар? Сонда ер адамдар 3 жасында толук кандуу жыныстык неге өсүп кеткен, мисалы кыз өзүбүз эмес, олардыкы баттап мыймен бирге дамыйт. А кыз балаларда кызды мыйдай дамымай ондай арасында байланыш болмайт. эмне себептен? Потому что ол табигый, мисалы табигаттын сондай заңы. Чтобы әйел адам уже болашакта нормально бала тууп, бала көтөрүүгө дайындык ол. Бирок кыз балалар да кызыгады го. Ошондо кызыгуу менен Кызыгушулук тууралуу жок. кийинде келатыр. Караңыздар. Мен көп лекцияларымда айтатыным, эгерде кыздар 18 жасына толмай жыныстык катнаска түшсө, значит ол белгилүү бир сексуалдуу триггерлерге тап болгон сөз деген. Ол значит кичкентай кезинде эресек адамдан бир кысым көп сексуалдуу. Ал ошондо удар эмне истейт? Мисалга сиз айттыңыз го, улар 18ге чейин писип сонда, Олардын пысуы мисалы бирге жүрөт да, ар кимдики ар түрдүү. Мисалы бирөө 16да, 17, 18. А кыздардыкы 18ге чейин ондай байланыш жок. 18ден кийин гана коет. Поэтому ер кисилердин сексуалдуу өмүрлөрү кыскаша айелдерден көрө. Ал мисалга күчтүүлөрдү Новый акпарат. сонда просто мыйыма пока түшпөй атыр эле. Мисалга ер адамдар 16да писибөндү дейт, бирок ол ошондо эмне истейт? Ол писибөнгөндөн кийин кыздар али эмне болмосун. Ким айтты олар? Всегда өзүнүн жаштагы кыздар менен жүрөт деп. Бирок биздин ер адамдар өтө сейрек үлкен айелдер менен өздеринен аз үлкен айелдин өзүн уялып качып. Караңыз, олар өмүрлүк жары издөө бул бөлек, бирок жыныстык катнастагы партнер издөө бул бөлек. Бирок да көбү айтат го, мен тек андай девственницалар менен гана жүрөм деген сыяктуу. Ал калай девственницаны табат десе, ол 16 жаста. Жалпы ол дамуу да мисалы сырткы триггерсиз пайда болбойт. Олардын дамуу калай пайда болот? Мисалы үлкен кишилер бастайт баняда, эркек болдумба, көрөсүңбү деген. Көп, мисалы 90% жастары азыр солай принуждение менен келди го сого. Көбүсү сондай кыздар чакырат, жеңилтек. Солар менен төсекке катнашып алат. Кээ бирлерде травма калат, мисалы. Кээ бир агайлар чыкпайт бөлмөдөн, карап турат. Ол да астарсанда да Калай түшүнгөн жокмун, калай аны чыкпайт? Ким? мисалы менде бир практикадан бир өзүмдү айтайын. Жас бала 18 мен 20 арасында консультация келип, солай жыныстык катнаска бир кыз менен түшө алмайм, экөө керек. Калай? Мен азыр өзүм жакшы көрөтүн кызбен үйлөнгүм келет, мен катты жакшы көрөм. Бирок онун сексуалдуу дамуу нормально да, нормада. Бир жыныс катнасын бир партнер менен деп солай. А меники толук кандуу андай ляззат алуу тек эки партнер менен гана болсо сондай болот. Олай неден пайда болот деп енді зерделей кергенде, сол үлкен бір көкемиздин көмегин. Ушул нерсе чын кәдимгидей эсиме түшөт. Өтө көп проблема ғой ер адамдардын угдарды кәдимгидей башка үлкен айелдерге апарып, Кәдимги акча төлөө аркылуу ол кәдимги не ғой, намыс абырой. Мен братишкамды көрсөтсөм, бүйтөм сөйтөм, мен оған өмүрүмдү үлкен взрослый жизнь покажу деген сыяктуу арты го ол. А негизи ол әр адамда өзүнүн убакыты керек, өзүнүн адамы да керек. Сондуктан оған сырттан келип ол да бир заң бузушулук го, ой карасаң. Просто табигый заң бузушулук. Сондуктан сондай жагдайлар бар. И сонда лекцияда айтарым, эгерде сиздин азыр жаштар айтат да, кичкентай болуп алып, бизге кыздардын өздөрү жабышат деп. Мен сизге айтам, эгерде
Кыздар 18-ге толмай осылай жыныстык катнаска итермелесе, кыздарды итермелөө де бар. Значит, ол кичинекей кезинде немесе өзүнүн өмүр сүрүү убактында бир сондай бир сексуалдык травматикалык жагдайга түшкөн экен деген сөздү билдирет. И бул кезде уже психологиялык жагдайдан андай бир үлкен бир оюн башталат. Либо сиз партнер ретинде сизди ол андай реванш алатын кишини көрөт, как катыгездик түрүндө эмес, бир өзүнүн манипуляция ретинде. Немесе ол махаббат аркылы сизди кәдимги андай өз дегенине істетем, жеткизем, өзүнүн күчтүү экенин көрсөткүсү келет. Терис сондай кылыктар менен. Ондай да бар. Ал Бирок сонда буну калай түшүндүрөт психологдор? Эмне үчүн тек 18-де? Себеби буган дейин да андай айтады го. Тарыхта мурунда 16 жашта уже полио туулуп атам деп айтады го. Көп айтады го осуна. Дагы сондуктан да караңыздар. Енді тарихи жагынан карасак, эски фотолорду караңдарчы. Эрте тууган айылдардын кандай болот? Так казір Уже көрүнөт го. уже кәрі, уже үлкен көрінеді, потому что ол мысалы табиғаттың заңы сондай. Просто адамның өзінің әрекетімен өздері келді да, былай а так табиғи жолмен ол 18-ге дейін ондай бұл. Даже иіс феромон жағынан да табиғатымыз уже ойластырып қойған ғой. Мысалы 5-7 жасқа дейін баланың мысалы иісі мына жерден болсын, мойнынан болсын, кәдімгі ананың сүтін шығып тұрады мойнынан, тәтті иіс. А уже 7 мен 16 жасындағы аралықта кәдімгі дети солнце деп жатамыз. Кәдімгі андай жағымсыз иіс шығып тұрады, даланың иісі ма, сондай біртүрлі иістер шығып тұрады. Ол не үшін? Өйткені ол табиғаттың ойы сондай басқа үлкен мысалы взрослый особь деп жатамыз ғой. Анау балаға тиіспес үшін иіс жағынан. Иістің де орны бар, ол феромон. А уже 17-18-ден адамның өзінің белгілі бір феромондары шыға бастайды. Феромон дегеніміз кәдімгі тартымды иіс. Мисалга сиз айтып кеттик кой, башка адамдар тиіспөө үчүн деген сыяктуу. Биздин негизинде коомдо өтө көп зорлогон казыркы таңда карасак, кәдимгидей бир эсинен алышкан сыяктуу адамдар бар го. Себеби тек адаммен гана эмес, жаныбарды да, үлкен кисилерди де, ооруп аткан адамдын өзүн зорлоп аткан өтө көп окуяларды көрүп атасың да. Ойлойсуң, сонда эмне болуп атыр деген сыяктуу да. Буга себеп кандай? Бул да психиканын ауыткушулугу. Яғни өсе келе көріп жатқан жағдайлар. Кебеде бай болот, мысалы, өз практикамда көріп жатқаным, лас жерде, андай да бірінші половой акт лас жерде болса, сондай жағдайларды іздей бастайды. Травма. Сол жағдайларда ғана күшті анда ләззат сезімін алады. Ол да травма. Ол да нормаға жатпайтын әдет. Бірақ та сондаймен өмір сүріп жатқан адамдар да бар. Өзімнің тәжірибемде мынандай жағдай бар. 16 жасар бала кішкентай қыздарға тиісіп кәдімгі прямой половой акт болған жоқ, бірақ та былай тиіскендер бар. Сол кезде зерттеле келгенде былай мынандай жағдай шықты. Ол бала бір 5-7 жас аралығында басқа мұсылман елінде өмір, енді шетелге шыққан ғой. Сол бір жылда басқа елде өмір сүрген. Именно нақтындай мұсылмандық заңдары бар елде. Сол елдерде андай бача бази деген әдет бар екен. Яғни кішкентай балаларды қыздардың көйлегіне кидіріп, ар жағы ол тек қана қызық концерт емес. Оның арты нағыз осындай сексуалды зорлық-зомбылық. И соны көрген бала Қазақстанға оралып, оны не істейді? Қайталай. Потому что ол басқа болған, оның психикасы оны норма ретінде қабылдайды. Ол да уже ауру, ол да уже психиканың ауытқушылығы. Бұзыла бастайды. Негізінде бұл психологтар шын мәнінде как-то считается, да, что это отклонение. Себебі мысалға
бул эмне үчүн себеп бул көп негизинде педофилдар болот го өз нелерин кылыктарын бала спровоцировал дейт да, оправдывать этет. Бизде де мындай өтө көп да. Мисалы алдыңкы жолда бир жигит бир 23-теме әйтеуір бир кызга үйленген, бир кичкентай кыз негизинде да, бирок ол кыз да ол жигитти өзүнүн несин оправдывать этет да. Мен бул негизинде норма, bunday болуу керек деген сыяктуу. Бирок мен мисалга аны түшүнө албайм. Себеби бала аркачында бала сыяктуу болот да. Кейбирлер айтат, ой, о бүйтүп кийинип алган дейт. Казіргі балаларга да айтат го, сендер андай слишком үлкенсиңдер деп, андай кыздар, мен оны түшүнбөй калдым там. Негизи баланын кылыгынан да көрүнүп турат го бала экени, андай инфантильный болот го. Бір жағдайда айтайын, өз басымнан өткен бір таныс кісі енді өз отбасым туралы айтып жатыр. Мысалы мен семьяда 6 баламыз, анау мынау деп. Үлкен ағам бар. Үлкен ағам мен жеңгемнің арасы 15 жас дейді. Мен өзі енді андай неожиданно өзім қалай шығып қалғанын білмеймін да. Фу, педофил ма? Ужас. Өзім де оны айтқан, мен де біртүрлі болып қалдым. Ананы естіген ана жігіт те біртүрлі болып қалды. Жоқ, білмеймін дейді. Неге десем, біздің көрінше аға дейді оған. Мен айтамын, ну вот уже как-то это же ненормально деп, мен оған еще ұрсып тастадым да. Айтады, мен бір үшін енді алғаны өзі ғой дейсің. Енді как деп. Ну да, ол норма емес. И всегда қыздарға айтарым, егер сізге жасы үлкен кісі жақындап танысып, кәдімгі көзін сүзе бастаса, значит уже сұрақ қою керек. Неліктен ондай кісілер жасы кіші қыздарға, кішкентай балаларға жақындап жүр? Өйткені өзінің қатарластарымен ол тіл табыса алмайды. Ол значит, ол бір проблемасы бар ішінде. Значит, бір гәп бар да ар жағында. Просто ол ашылмай тұр. Либо ол ішіндегі самооценкасы нашар ма, мысалы қатарлас әйелден өзің кем сезіне ме, немесе олардың қорқа ма, сондай бір белгілі бір травмасы бар ішінде. Бірақ сыртқа шықпайды да, күшті деп, зато үйленді деген сияқты сонымен жылы жаба салады. Көбінесе айтады ғой, кішкентай қыздар айтады ғой, маған келген кезде, сен үлкенсің, сен андай не по возрасту, андай не Сен ақылдысың, сен басқаларға ұқсамайсың десе. Ой, енді өтірік әңгіме ғой, қалай ол? Түсірді, өмірлік тәжірибені ешқайда алып тастамаған. Сондықтан бұл жерде адам өзінің ішкі жасырын орын алған белгілі бір самооценкасын ары қарай орналастырып жатқан, либо тағы да бір отклонениесі бар, потому что өз қатарластарымен тең болмаса, значит, белгілі бір проблема бар деген сөз. Негізінде бұл проблемалардың алдын алуға жыныстық тәрбие көмектеседі, Жыныстық тәрбие және де өз-өзімен жұмыс істеу ғой. Ана мысалы үлкен кісілерге қарап жатқан қыздың да бір проблемасы бар. Значит, ол ішіндегі бір жетіспей жатқан жылулықты ана кісіден көріп жүр. Жалпы вообще махаббат темасы ол үлкен тақырыпта. Махаббат дегеніміз қазіргі өмірде былай қарасақ, психологиялық мысалы проблемалары сәйкес және де келіп жатқан мысалы жұптардың бірге болуы осындай болады көбінесе. тағы бір сұрақ, мысалға қазіргі жастар айтады ғой, мысалға қазіргі жастар алкогольді азырақ, мысалға клубтарда ішеді, бірақ өздері көп ішкенімен, бірақ клубтарға азырақ бара бастайды, сондықтан да көптеген заведениялар жабылып кетті дейді, проценттер азайды. Балалар да қазіргі жастар да азырақ андай көбірек өзіндерімен жұмыс істеуге үйренеді, және де отношенияға түскен кезде асықпайды. Мысалға бұрында болушы еді ғой, 18-ге келгенде уже үйлену керек деген сияқты көбейген болады ғой. Ата-аналарымыздың өзі көбі 18-ден 20-ға келмей үйленгендер көп. Сол сияқты. Ал қазір бұндай асығыс жоқ сияқты балалардың. Ол да бір тарихи үрдіс. Мысалы түнгі клубтарда қандай жасарлықтағы кісілер болды. Яғни 90-шы жылдардағы өмірін көрген кісілер. Оларға андай осы электромузыка, ол тек қана андай қызық үшін емес, ішіндегі эмоцияларын басу үшін. Оларға ондай комфортная зона деген сол.
қатты ішімдік, қатты музыка, сонымен мысалы соның лебімен жүре беру. Ал қазіргі жастар ондай қатты мысалы кезеңдерді көрмегесін, оларға кәдімгі лайтовый жағдай, оларға ыңғайлар. Өзінің ортасы сондай. Сондықтан бұл жерде осыны да ескерген жөн. Әр тарихи оқиға тек қана сол өмір сүрген адамдар ғана емес, ары қарай ұрпаққа да тарайды ол. Сондықтан оны ескерген жөн. Иә. Ал қазір де қиын болып жатыр ғой, бірақ та мысалға маған қызық еді, басқа сұрақ қояйын. Қазір жастар, мысалға сіз жастармен жұмыс істейсіз ғой. Көбінесе сұраған кезде жастарға не қызық, мысалға не туралы сұрайды, ол өзгере ме заман, типа бұрынғы жастар мүмкін басқаша сұраған шығар, мүмкін сіз кітаптарыңызда болды ма андай справочник жастар сіздерден не сұрайды деген сияқты. Бұрынғы жастарды бір 10 жылдан кейін тағы бір подкастқа шақырып сұрасам, қазір білмейді. Жалпы консультацияларымда бір 5-10 сұрақ, ол всегда менің жасап жатқан нормама, мысалы нормаға жата ма, мен денемді қалай қабылдасам болады, осы дене туралы вообще көп жағдай болып кетті да, андаймын, мұндаймын деген сияқты. Сосын талап қою, и талапқа жете алмайды, одан кейін стрессқа түсу. Осындай да бар. Обязательно детская травма, ол күшті тақырып, ол тақырыптан шыға білген адам өз өмірінен күшті андай дивидендерін ала алады да. Осындай топ-5 деген сияқты сұрақтар бар да, обязательно ода. Және де мен мысалы менің жұбым бар, бірақ екеуміз что-то бір түргенбіз деп, сондай да бар. Сенімдік сезімі жоқ, біреуге сену деген, сене алмай жүреді, мысалы сондай да бар. Немесе тіптен мысалы бәріне сене беріп, ақырында ештеңе дымсыз қалғандар да бар, ондай да бар. Күшті сұрақтар бар негізі келетін жастардан күшті сұрақтар келеді. Қыздар көп па, ұлдар көп па? Қыздар көп. Маған қыздар көп, бірақ ұлдар да келеді, но ұлдар уже тиянақты болып келеді. Олар таңдағанды нақты таңдайды да, и сол кісімен уже ары қарай бірге ажырамайтындай қылып, уже терапиясын жүргізеді. А қыздар бізде ананы көрем, ана апайды көрем, анаған тағы барып көрейік деп таңдап жүріп, өзі или уақытын өткізіп алады, или тағы да сондай бір қателіктерге ұрынуы да мүмкін. Қызықты екен. Олар қыздан басқаша таңдайды екен деп шығып. Қыздар лудоманияда да басқаша болып көру. Иә. Мысалы олар ер кісілер көбінесе логикаға сүйенсе, әйел кісілер эзотерикаға көп нетеді. Мысалы андай сенімге батады да, мысалы мен удачный сақинамды киіп алдым, бұл әжемнен келген сақина, негізі точно маған ұтыс алып келеді деп, мысалы. Или қасына біреу отырма, мына жер бос болу керек деп, сенің энергетикаң жаман деп, сөйтіп олар еді. Ондай кісілер бар, мысалы Астанада бір не болған, осы лудоманияға оқыған кезде бір лекция болған, сол кезде ситуационный разбор, сол кезде сондай кісілерді айтқан кезде бізде шок болғанбыз, қалай әйел кісі басқаша дедім. Солай әйел кісі психологиялық ауруларға да басқаша шалдығады. Алкоголизм болса да ол басқаша көрінеді. Әйел алкоголизмге шалдықса, ол шыға алмай қалғандар көп. Ер кісі спокойно, мысалы көйлеп, сене әрине срывтары болады, бірақ более андай табиғатынан кішкене мықтырақ келеді. Әйел кісілер кішкене жұмсағырақ и салынып кететіндер көп. Бірақ көбі қабылдамайды да, әйел адамда ішімдікпен проблема болу керек екен. Саған ең сорақысы, мысалы егер ер кісі больницаға түссе, қасында всегда әйелі, подругалары сол көп болады да, әйел кісі түссе олай емес. Қабылдамайды қоғам қабылдамайды, и қоғамда бір түрлі андай не бар да, что әйел кісі по-любому өзі шығара алады. 40 жаны бар деген сияқты сондай әңгімелердің несімен, или мысалы түрмеге түссе де
ер кісіге келетіндер көп, әйелдер еткім вообще андай ұмытып кетеді да. Ол да бар мысалы. Поэтому бізде әлі қоғамда андай двойной стандарт деген бар да. естігем мысалға ана түрмеге түседі ғой, сол кезде өте көп ер адамдардың андай қандай қылмыс жасаса да соның бәріне оправдание тауып бәрібір отношенияға түсіп жүрген көптеген әйел адамдар бар екен. Мысалға әйел адамдармен әлі андай түрмеде отырып басқа біреумен отношенияға түскен туралы мысалға өте Түрленгендер қанша. өте аз естиміз да, бірақ ер адамдарда өте көп сондай. 16 жасқа мысалға андай беременна 16 бар ғой, тура сонда да өте көп оқиғалар айтады ғой сол Және мысалы көреміз ғой әлем бойынша ақпараттарда, мысалы жаңалықтарда бір адам өлтіріп, кәдімгі маньяк болып жатса, бірақ түрі красавчик болса, кәдімгі қыздар соған сынады да, кәдімгі петиция жазады оны ақтаңдашы, ол жақсы кісі, ондай істей алу мүмкін емес деп, кәдімгі до того сондайға дейін барады да кісілер. Поэтому әлі әлемде де бізде де двойной стандарттар бар. Иә. Және де кішкене бір ер адамның қылмысын бір қабылдамайтын сияқты қылмыс ретінде, бір норма ретінде қабылдайды да. Егер бір қылмысты әйел мен ер адам жасаса, біртүрлі бір әйел неге жасады деген сияқты сұрайды да. Ер адамға сұрақ жоқ. Тура сондай. Біртүрлі. Бізде мақалдарда бар ғой, мысалы әкенің сөзі оқ, ананың, шешенің сөзі боқ деген сияқты. Сондықтан әйел кісі не істей алады деген сияқтымен ол либо көз жұма салады, либо басқа да. Вот ер кісі істелсе уже басқаша, мүлдем басқаша қарайды да. Сондықтан да оның да орны бар. Көбінесе де андай отбасында бір болады ғой, көп біздің неде қоғамда біртүрлі бар да, отбасыдан ары қарай ештеңе шықпау керек деген сияқты. Бұл негізі норма емес сияқты менің ойымша, себебі бұл да ұяттың несі ғой, қандай еді проблема. Не бір ұяттың түрі ғой, ол да бір ұят болады деген сияқты. Ну, көріп тұрмыз ғой. Өте жасырғаннан не болып шыққан. Бірақ жасырған мысалға көптеген әйелдерге мындай біртүрлі претензиялар бар да, не істесе де бәрібір жаман болып шығады. Сен онымен отношенияға түстің мысалға ер адаммен, білмейсің ғой, абьюзер айтпайды ғой саған, мен саған абьюзер боламын, сен өміріңді құртамын деген сияқты. Жоқ, ол бірінші нормально жүреді да, и олар отношенияға түскен соң сен неге оны тастап кетпедің, сен неге оны тастаса, неге одан типа изначально не үшін онымен түстің деген сияқты өте көп әйел адамға претензиялар береді. Соны не істеуге болады қоғаммен? Қоғаммен енді бұл жерде әрине қоғам, мен ойымша қоғам өзгереді әлі, бірақ уақыт керек. Әлі талай заңдар қабылданады, әлі көп жағдайлар өзгереді, көзқарастар да өзгереді. Қазіргі жастарға қарай мысалы әлі мектепте оқып жатқандары, олардың мысалы өз шекараларын қорғауларына, мысалы өзін мен деген сөйлеу мәнеріне де қарағанда мен прям қызығамын, потому что олар ойлары да андай кең, ойлау аясы да кең, олар бостандыққа жақын, сондай кісілерде оларға мен прям таңым бар, күшті, маған ұнайды жастар. Именно сол жастар әлемімізді өзгертеді, соған сенемін мен. Бірақ қазірше оларға көмектесу керек, ашылуға, өмір сүруге, және де көп андай көп сұрақтарға жауап іздеуге, жауап табуға әлі көмегіміз керек. Сондықтан жастардан үмітім бар, жастарда. Ауырбай айтқыңыз келе ме, тілегіңіз? Жалпы бар шығар. Бұл жерде енді тілегім ата-аналарға тілек емес, рекомендация ретінде болса, баламен сөйлесуден қорықпаңыз. Және де егер де сол сұрақтарға жауабыңыз болмаса, онда баламен бірге жауабы бар маманға жүгінген дұрыс. Және де біле тұра ақпаратты толық айтпаған, ол да дұрыс емес. Ол дегеніміз, сіз өзіңіздің балаңызды теріс ақпарат алуға итермелеген деген сөз. Сондықтан ашық сөйлесуден қорықпаңыз. Олар да сіз де кішкентай болдыңыз, енді олар да кішкентай, сондықтан бұндай проблемаларды шешуге болады.
ол шешілмейтін мәселе емес, сондықтан балаларыңыздан қорықпаңыз. Сол айтарым сол. Рахмет, өте қызықты болды. Біз көптеген тақырыптарды айтып кеттік, көптеген қызықты темаларды қозғадық. Келгенің үшін рахмет. Ал біздің подкаст соңына келді. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Күшті. Сіздермен ұят емес подкасты болды. Шығарылымды Аружан Қанбек және Айнұр Сүлейменова дайындады. Біз бұл эпизодта Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университетінің смарт орталығында түсірдік. Біздің подкаст Наш Қостанай газетінің қолдауымен шығады. Егер сізге бұл шығарылым ұнаса, лайк басып өз пікіріңізбен бөліссеңіз болады. Сондай-ақ жаңа эпизодтарды жіберіп алмау үшін бізге Яндекс және YouTube арналарында жазылсаңыздар болады. Егер де өз оқиғаларыңызбен бөліскіңіз келсе, біз сіздің хаттарыңызды crewpodcast@gmail.com почтасында күтеміз. Бәріне рахмет, сау болыңыздар.